Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қашықтықтан оқыту жағдайында география пәнін оқыту тапсырманы оңтайланту жолдары атты мектепішілік семинарда өтетін ашық сабағымды ұсынамын. Сабақтың тақырыбы Қазақстанның топырақ түрлері, пәні география, сыныбы 7В. Сабақтың оқу мақсаты Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын анықтайды. Сабақтың мақсаттары барлық оқушылар Қазақстандағы топырақ түрлерін атай алады. Оқушылардың басым бөлігі Қазақстан топырағының таралу аймақтарын біледі. Кейбір оқушылар Қазақстанның топырақ ресурстарына баға бере алады. Мақсатқа жету үшін біз ендік зоналық бойынша Қазақстан аумағындағы топырақ түрлерін анықтаймыз. Қазақстан аумағындағы топырақ түрлерін салыстырамыз. Қазақстан аумағындағы кездесетін топырақтың маңыздылығына баға беруді үйренеміз. Қазақстан аумағының 86% зоналық жазық топырақ, қара топырақ, қызыл топырақ, қоңыр топырақ және сұрғылт топырақ. Қара топырақ Қазақстанның солтүстігінде, солтүстік-шығыс бөлігінде және 52-53 градус солтүстік ендігіне дейінгі жерлерін қара топырақ алып жатыр. Бұл топырақ түрі Қазақстанның аумағының 9,5%-ға жуық аумағында, яғни 25,5 миллион гектарға таралған. Қара топырақ. Василий Васильевич Акучаев қара топырақты құрамында қара шірінді көп болғандықтан топырақтың патшасы деп атаған. Сондықтан бұл топырақ жамылғысы елдің басты жер байлығы. Егер қара топырақты қолға алып, жайлап, елесең, алақанда майлы қара дақ қалады. Бұл құрамында қара шірік мөлшері жоғары топырақ құнарлығының бірінші белгісі. Қара топырақтың барлық 3 қосалқы түрі де құнарлы болады. Қара топырақтағы қара шірік мөлшері. Қара топырақтың 3 түрі кесек топырақтан тұрады. Қоректік заттарға, өсімдіктерге пайдалы микроорганизмдерге бай. Қара топырақ өсімдіктердің тамыр жүйесінде оттегі көп. Балалар, енді тапсырма беремін. Қоңыр және сұрғылт қоңыр топырақтарды қандай мақсатта пайдаланған тиімді болуы мүмкін? Екінші тапсырмада Қазақстан картасы беріліп тұр. Қазақстан аумағындағы топырақтың маңыздылығына салыстырмалы баға беріңіздер. Дескриптор. Қазақстан аумағындағы топырақтың маңыздылығын салыстырмалы баға бере алады. Қоңыр және сұрғылт қоңыр топырақты қандай мақсатта пайдаланған тиімді болатынын біледі. Қалыптастырушы бағалау. Қазақстанда таралған топырақ түрлерін атай алады. Қазақстанның топырағын таралу аймақтарын біледі. Қазақстанның топырақ ресурстарына баға бере алады. Рефлексия. Аргумент әдісі арқылы бересіңдер. Менің бүгінгі сабақтағы көңіл күйім қандай болды? Себебін айтасыңдар. Менің сабақта қандай жұмыс жасадың? Яғни себебін айтамыз. Тақырып мен үшін қызық болды ма, оңай болды ма, қиын болды ма, себебін жазасыңдар. Назарларыңызға рахмет.